Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге менингит жайлы ақпарат бермекшімін. Менингит қоздырушысы несиелі менингитис болып табылатын, ауру адамнан сау адамға берілетін, ми мен жұлынның қабынуымен жүретін инфекциялық ауру. Ол орталық жүйке жүйесі үшін өте қауіпті ауру. Өйткені менингит жұқтырғаннан кейін адам 3-4 сағаттың ішінде өліп кету қаупі жоғары болғандықтан өте қауіпті ауру болып табылады. Ол вирустармен де, бактериялармен де, тіпті саңырауқұлақтармен де шақырылуы мүмкін. Менингит, энтеровирус, герпес, қызылша, тұмаудың асқынуы ретінде де жүруі мүмкін. Менингиттің негізгі үш белгісін айырамыз. Жоғарғы температура кез келген инфекциялық ауру кезде болуы мүмкін. Екінші, қатты бас ауруы. Бұл кездегі бас ауруы басқа аурулардағы бас ауруынан ерекше. Бала басын ұрғылап тұрып, немесе тырнап тұрып, қатты бас ауруы болады. Яғни құсу. Бұл жердегі құсу тамақтан отравление болғанмен байланысты емес. Бала қанша құсса да балада жеңілдік болмайды. Ал қосымша белгілері жарықтан қорқу. Баланың басы қатты ауырғандықтан бала жарықтан қорқатын болады. Содан көп жағдайда балалар жарықты өшіруін сұрайды. Тітіркенгіш болады, шулағанды, артық дыбыстарды мүлде бала жақтыртпайтын болады. Әлсіздік және буын ауруы да қосылуы мүмкін. Бұл жерде баланың жалпы жағдайына қарайтын болсақ, төсектегі қалпы өзгереді. Бала бір жақ қырымен жатып, басын артқа қарай шалқайтып, аяқтарын ішіне қарай бүгіп жатады. Және бұл мойын шүйде бұлшықетінің құрысып қалуымен сипатталады. Мойын шүйде бұлшықеті құрысқаннан бала басын артқа шалқайтып алады. Ал 1 жасқа дейінгі балалар ештеңеге алданбастан тоқтаусыз жылап жатуы мүмкін, немесе монотонды дейді, ыңылдап жылауы да мүмкін. Егер жоғарыдағы аталған белгілерді балаңызда байқайтын болсаңыз, дереу дәрігерге жүгінгеніңіз абзал, немесе 100-ті шақырғаныңыз жөн. Менингит үй жағдайында емделетін ауру емес. Менингитті дер кезде емдемесеңіз, ол салдануға, тырысуларға, гидроцефалия, яғни баста су жиналуына және соқырлыққа, кереңдікке алып келуі мүмкін. Егер дәрігер менингитке күдіктеніп, жұлын ми пункциясын жасау керек болса, жасату қажет. Өйткені ол люмбальды пункция ең алдымен менингитті анықтайды, екіншісін қоздырушысы вирус па әлде бактерия ма соны анықтайды, және соған байланысты ем жүргізілетін болады. Үшінші, пункция жасағаннан кейін балада жеңілдік пайда болады. Яғни пункция жасау арқылы жұлын мидағы қысымды төмендетіп, бас ауруы, желкенің құрысуы басылады. Қазірде біздің Қазақстанда менингитке қарсы вакцина жоқ, бірақ алдағы уақытта болады деген ойдамын. Бірақ балаларға екпелерде уақытында алып отырған абзал. Олар асқынудың алдын алады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.